Сергей мен Ая. Көжек! Ой, құтқарыңдар! Құтқар! Көжек! Бері, көжек! Жағаға қарай! Жағаға жүз, көжек! Жүз алмай! Ай! Көжек! Көмектесіңдер! Көжек! Әли, естідің бе? Құтқарыңдар дейме? Мына жақта не естіледі? Балам, не көрдің? Бір нәрсе көріне ме? Доп ағып келеді. Құтқарыңдар! Мынау Аяның даусы ғой. Аяның? Жүз алмаймын. Құтқарыңдар. Көжек өзенге түсіп кетті. Не дейді? Құтқарыңдар. Қазір сәл шыда, көжек. Көжегім. Ай! Көжек! Балалар, суға жақындамаңдар. Қазір. Ай, көжегім-ай. Әбден қорқыттың ғой. Байқамай қалдым. Көжегім менің. Ая, міне доп, мен допты алып шықтым. Көжегім. Айналайын, балаларым. Үлкендердің қадағалауынсыз өзен, көл, су қоймаларының жағасына тым жақын ойнауға болмайды. Естідің ғой, көжек. Жағалауға әкелеріңмен, аналарыңмен, немесе ата әжелеріңмен бірге барғандарың абзал. Тіпті жай ағып жатқан тынық судың өзі шын мәнінде қауіпті болуы мүмкін. Солай ма? Ата, мен жүз алам ғой. Жүзе білген жақсы балам. Бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді атам қазақ. Сондықтан рұқсат етілген, қауіпсіз деп белгіленген, терең ой шұңқырлары, иірімі, ағысы жоқ жерлерде ғана шомылу керек. Түсіндік, ата. Мен де түсіндім. Отпен суда ел көнеден, тілсіз жау текте демеген.